Өзбекстан мемлекетінің Самарқанд қаласы Өзбекстандағы 3-ші қала болып есептеледі және Өзбекстан мемлекетінің ең көне, ең қасиетті қалалардың бірі. Өзбекстанды қоя беріңізші, әлемдегі ең ескі көне қалалардың бірі болып есептеледі екен Самарқанд. Және Самарқандның тарихы өте бай, көне жерлері, ескі жерлері өте көп жер. Сондықтан бүгін Самарқандға біз бір күнімізді арнап, керемет тарихи орындарға шолуларымызды, обзорларымызды жасайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, кет. Самарқанд қаласы Өзбекстандағы экономикалық маңызды қалалардың бірі. Бұл қалада сіздер ойлауларыңыз мүмкін, туристік жағынан экономикасы жақсы дамыған деп. Жоқ, олай емес. Өйткені Кеңес одағының кезінде Самарқанд қаласында автомашина шығаратын заводтар салынған болатын. Және қазірдің өзінде Самарқанд қаласында Isuzu машинасы және MAN автокөліктерінің жаңағы бөлшектерін шығарумен айналысады. Екінші экономикалық фактор бұл Самарқанд қаласындағы туризм. Яғни бұл жерге жылына миллионнан аса әлемнің түкпір-түкпір елінен туристер осындай көне қаланың сұлулығын көруге келеді екен. Ташкенттен Самарқандқа біз қалай келдік? Ташкентке түнде келгендіктен Самарқанд қаласына такси жалдап баруға тура келді. Ал Ташкент пен Самарқанд арасындағы уақыт 3,5 сағатты құрады. Ташкенттен Самарқандға дейін таксидің құны 150 мың сом болды. Адам басына теңгеге шаққанда 6 мың теңге. Біз екі адамбыз 300 мың сомға Самарқанд қаласына жетіп алдық. Мынау енді Самарқанд қаласы Қазақстанның Түркістан қаласы сияқты болып тұр ғой. Самарқанд қаласы 2001 жылы бүкіл әлемдік ЮНЕСКО-ның қорғауында кірген қала болды. Яғни мына мұралардың барлығы ЮНЕСКО-ның қорғауында. Миллионға жуық, немесе миллионнан аса туристер Самарқанд қаласын аралайды екен бір жылда. Алдымызда Ұлықбек медресесі, ортадағы Шерзод медресесі және Тилля Кари медресесі. Яғни білім алушыларға жағдай жасалған орындар. Медресе ғой бір сөзбен айтқанда. Мен қазір Шерзод медресесінің ішінде жүрмін, яғни оның алаңы ішіндегі. Бұл Шерзод медресесі бір жағынан сол заманның үлкен университеті болған. Яғни мынау дәл алдымызда тұрған бұл мешіт болса, ал оның жанындағы шағын бөлмелер бұл сыныптар. Яғни сол заманның студенттеріне ислам дінін тануға және басқа да ғылымдарды зерттеп оқып үйренуге арналған шағын сыныптар болған деседі. Бұл Шерзод медресесі, мына ішінде үлкен мешітті көрдік, және ары қарай алда бізде Тилля Кари медресесі мен Ұлықбек медресесі бар. Қарап отырсаңыздар, сол заманның өзінде балаларға білім алуға деген барлық жағдай жасалған. Thank you. So I have one question for you. Did you hear about the country Kazakhstan? Kazakhstan, yes. Yes. So how do you think? Do you know my national? I am Japan or Mongol. No. How do you think about my nationality? It could be from Central Asia. Yes. So anywhere from Central Asia, I'm not sure. I'm from Kazakhstan. Kazakhstan. You know Kazakhstan? Yes. Yes. In Kazakhstan has the city Turkestan like Samarkand. Yeah. Turkestan too is old city in the world. Yes. Is it possible you can come our Kazakhstan and visit our city Turkestan? Yes. It has easy visa process. Yes. It's a very beautiful place. It is not far from Uzbekistan. Yes. It's maybe 4 hours, 5 hours kilometers from Tashkent. No, from on the car. In car. Okay. Yes, by car maybe 4 or 5 hours. Okay. By plane only 1 hour. 1 hour. Okay. Okay. So thank you so much. Thank you. Good luck. Thank you.
Сіз саяхаттаған сайын, түрлі қалаларға, түрлі елдерге барған сайын алдыңыздан неше түрлі адамдар, туристерді көресіз, өзге ұлт адамдарын көресіз. Енді бір мына қызықты жағдайды қараңызшы. Сіз мәселен Өзбекстанда бір көрген туристіңізді екінші рет өміріңізде қайтадан көру ықтималдылығы мыңнан бірге тең да. Өйткені ол адамды қайтадан бір елде кездестіріп қалу деген қиын нәрсе. Сондықтан қаншама адамдар жүр, қаншама ұлттар жүр, қаншама түрлер жүр, бірақ ол адамдардың түрлерін жаттап қала алмайсың. Жай ғана көресің, эмоция, все, болды. Ары қарай өзің тіршілігіңді істеп кете бересің. Мұнда медреселердің үстіне қарап, ежелгі керамикалық мозаикаларды көрген кезде, баяғы заманда адамдардың мәдениеті де, архитектурасы да, білімі де жоғары болғанын көре аламыз. Қараңыздар, сонау ғасырлардан бері сақталып келе жатқан жәдігерлер ғой. Сол заманда осындай алып ғимаратты салудың өзі үлкен еңбектің бірі болған. Өзбекстанда жалпы грин картаға өтініш тастау өте қатты дамыған. Өйткені соңғы жылдары Өзбекстаннан Америкаға жұмыс жасауға, Америкаға көшіп кетуге өте көп адамдар кетіп жатыр. Мәселен, грин карта тапсыруға арнайы мынандай офистер бар. Осындай офистерде грин картаға сіздерге тапсырып береді. Грин картаны ұтсаңыз, Американың азаматына айналасыз. Грин карта жасап беру арқылы да ақша тауып отыр. Ассаламалейкум. Гур Эмир 10 мың. Бола ма? Билетті алдық. Осы билетпен енді ішке кіреміз. Да? Да. Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи мавзолейін кім салдырды деп сұрақ қоятын болсаңыздар, ол сұраққа көп адамдар дұрыс жауап бере бермейді. Ал оның шын мәнінде Әмір Темір салдырған болатын. Ұлы қолбасшы Әмір Темірдің жерленген жері Самарқан қаласындағы мына мазарда, мына мешітте. Дәл менің артымда түркі әлемінің ұлы қолбасшысы Әмір Темірдің мазары тұр. Бір андай аңыз бар ғой, 1940 жылдары, 30 жылдар аралығында Кеңес одағының ғалымдары Әмір Темірдің мүрдесін алып зерттеп көрмекші болады. Ол қандай кісі болған, қандай тұлға болған деп зерттемекші болады. Бірақ сол арада Самарқандағы 3 шал келіп, ол ғалымдардың алдын кеспекші болады. Бұны ашудың қажеті жоқ. Егер сіздер ашатын болсаңыздар, ол үлкен соғыс басталып кетеді деген бір ескерту береді ана ғалымдарға. Ғалымдар бірақ оны тыңдамайды. Ақыр соңында Әмір Темірдің мүрдесін ашқаннан кейін Ұлы Отан соғысы басталып кетеді. Бұның бәрі сәйкестік па, совпадение ма мен білмеймін, бірақ осындай аңыз әңгіме ел арасында жүр. Әмір Темірдің жалпы қазақ халқында, түркі әлемде алатын орны өте ерекше. Себебі Әмір Темір орталық Азиядағы бір мәдениеттің, бір ұлы ғылымның, тәрбиенің қалыптасуына үлес қосқан адам. Жалпы ол қолбасшы ретінде көптеген істерді атқарған. Ғимараттарды салдыру, жаңа оқыту орындарын салдыру, яғни инновациялық даму жолдарын ойлаған адам ретінде тарихта қалыптасқан. Жалғыз ол қолбасшы, қаншер, соғысқа барғыш адам ретінде емес, инновациялық тұрғыда орта ғасырда үлкен жұмыс жасаған ұлы тұлғалардың бірі. Әмір Темір мазарының ішкі бейнесі. Ішіне қарап отырсаңыз өте керемет архитектурамен салынған. Шетелдік туристердің ағылып келетін жайы осы екен ғой. Қараңыздаршы, не деген әдемілігі. Мына кісі молодец екен, испан тілінде сөйлеп жатыр. Испан тілін үйреніп алған гид болып тұр ғой. Базар жоқ.
Where are you from? Germany. Germany. Okay, I'm from Kazakhstan. Kazakh. Yes. In Turkestan. Have you been Turkestan? No. Almaty. Turkestan like Samarkand is an old city in the Kazakhstan. If you will have a time, can you come our country? Okay? Maybe next time. Oh, okay. So good luck. Біз Түркістанға туристерді осылай тартпасақ болмайды. Мен өйстіп әр қалаға барып Түркістанға туристер шақырып жүремін деп. Жақсы идея. Бір жағынан ше. Мына Самарқанд қаласына келіп, аралап жүргеніме бір 7-8 сағаттың жүзі болды ғой. Кеше Ташкентте болдық. Бір байқағаным, туристердің ішінде үлкен егде жастағы үлкен кісілер көп, яғни аталар, қариялар, апалар да. Бәрі шетелдікі, барлығы шетелдікі. И арасында жаңағы қазақтарды таппаймын да. Қазақ үлкен апалар, аталар, ел жер араламайды үлкен аталарымыз ше. Біздің қазақтың ата әжелері үйлерінде отыр. Немелерін бағады, пенсиясының қашан түскенін күтеді. Ана құдалыққа ақша жинайды, ана тойға ақша жинайды. Сөйт уақыт өте береді екен ғой. Бірақ бүгін мына жерде жүр үлкен екі қазақ әйел кісін кездестірдім. Қатты қуанып қалдым. Ол кісілер қыдырып көріп жүр екен. Менің бір қалауымның бірі ғой осы ата әжелеріміз ел жер көріп, жан жаққа шығып, қыдырып тұрса ғой дейсің ғой. Бірақ қазір сәл заман өзгерді. Көптеген балалар ата анасын, әке шешесін сыртқа шығып қыдыртып тұрады, ел жерге апарады, умраға шығарып тұрады. Уақыт өте ол да бір жағынан жақсы бір тенденцияға айналып кетеді деп ойлаймыз. Мүмкіндік болып жатса, ата аналарымызды сыртқа шығартып, қыдыртып тұрайық. Ел жер көрсетіп тұрайық, құрметті ұлдар, қыздар. Біз Самарқандның орталығында орналасқан Гала Асио қонақ үйіне келіп тоқтадық. Бұл жерде түнеу бағасы 20 мың теңгені құрайды. Өздеріңіз көріп отырғандай қонақ үйде барлық жағдай жасалған. Және осы қонақ үйден Самарқандның көрікті әдемі жерлеріне жақын, яғни тез бара аласыздар. Бұл қонақ үйде біз Өзбекстан Республикасының халық әртісі Рашид Халиковты көріп қалып, ол кісіден шағын ғана сұхбат алдым. Мен өзім бұл кісі Қазақстанға өте танымал, сіздер түрін жақсы білгенмен Қазақстанда бір әні өте қатты танымал. Ол әнсіз ешқандай той өтпейтін. Бізде Қазақстанда бала кезімізден емес тыңдады. Ол әнді тыңдасаңыздар, Нозлы гүлім әнінің орындаушысы Рашид Халиков мырза. Осы кісі осы кісімен жолығып сұхбаттасуымыз болып отыр екен аға. Қазақстанға, Түркістан халқына сәлеміңіз болса. Qozog'iston xalqi, O'zbekiston xalqi bular eskidan qardosh aka-uka xalqlar. Shundoq aka-uka xalq. Juda ham yaxshi ko'ramiz. Juda ham ko'p Qozog'istonda bo'lganmiz. Qozog'istonning juda ham ko'p shaharlarida bo'lganmiz. Albatta, o'zimizning turkistonlik do'stlarimizga ham katta salom. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hech qachon kasal bo'lmanglar. Shahzod Abdumomini qo'shig'ini eshitdinglar, Nozli gulim bu hit. Mangu hit. Qachon aytasiz? Sog' bo'linglar. Жалпы Рашид Халиков мырзаны кездестіру өте қызық болды бізге. Біз Ташкентке жолға шығайын деп таксиімізді күтіп тұрсақ, менің алдымнан осы кісі өтіп кетті. Мен ол кісіні бірден таныдым және тағы да бір нақтылап алайыншы деп ресепшндегі отқан баладан сұрадым. Мына кісі Назлы гүлімді айтатын әнші емес пе десем, ресепшндегі бала иә, дәл өзі деді. Кетіп қалды ма ол кісі деп сұраған едім. Жоқ, қазір тойға кетті. Тойдан кейін 1 сағаттан кейін келеді деді. Содан кейін мұндай мүмкіндік туа бермейді деп, сол кісіні 1 сағат қонақ үйде күтіп, таксиімізге атмен беріп, ол кісіні күттім және күткеніме лайықты болды. Ол кісімен бір видео түсіріп бұйырған екен. Және Самарқанд қаласының көшесінде қыдырып жүрсем, Ресейге танымал, бала кезімнен сүйіп көретін тағы да бір әртіс кісіні жолықтырдым. Ол кісінің аты Сангажи Тарпаев. Самарқандта қыдырып тревел видео түсіріп жүрсем, Қазақстанға, Ресейге әйгілі квенші кісіні жолықтырып қалдым. Сангажи Тарпаев атты есімді ағамыз. Мен бірден таныдым, қолын алып фотоға, видеоға түсіп кеттім. Сангажи, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы согласились сняться на видео, фотографироваться. Я сам из города Туркестан. Очень приятно. Да. Знаете о нашем городе Туркестан? Древний город. Ну, что-то, может, пожелать на нашем городе? Что могу пожелать? Я хочу сказать привет всем своим друзьям из Казахстана. У меня их очень много. Называть кого-то одного будет очень другое обидеться. Поэтому всем салямайт, большой привет. Давно не виделись. Звоните, пишите. Всегда буду рад. Самарқандқа келіп тұрып, самарқандский пловтың дәмін көрмей кету ол үлкен қателік деп ойлаймын.
бүгін енді қалада біздің бос уақытымыз өте көп. Мына жерде бір центр пловқа келген едік. Сол центр пловта бізде ешқандай плов болмады, адам өте аз болды. Амал жоқ, басқа жерге кетіп бара жатырмыз. Палаулар бұл жақта сағат 1-ге дейін бәрі сатылып кетеді екен. Ешқандай плов қалмайды. Басқа плов центр іздеп жатыр. Бірақ бізге Өзбекстандық жол полициясы кездесіп бізге көмектесіп жатыр. Яғни жақсы басқа бір плов центрге жол көрсетеміз деп жатыр. Біз бір мақсатымызға жеткендей болдық. Самарқандағы самарқандский пловтың дәмін көруге плов орталыққа келіп тұрмыз. Яғни осы плов орталық тауып беруге көмектескен жол полициясының қызметкеріне өте алғысымыз шексіз. Кіріп тамашалайық, пловтың дәмін көреміз. Өзбекстан кафелерінде салаттарды осындай үлкен тарелкамен алдыңызға қояды және өзіңізге керегін осы жерден таңдап алып қала бересіз. Міне самарқандский пловты да тапсырыс бердік, келді. Енді бұл пловтың атауы самарқандский. Самарқандық палаудың дәмін көріп шықтық. Өте жақсы, дәмді болды. Бұл палауды жегеннен кейін оның артындағы көк шай зор кетті да. Шөп айтында көк шай бүкіл тамақты сындырып тастады. Көк шайлар жақсы екен. Мынау есеп 95 мың сом шықты. Екі адамға арзан баға көріп отырсаңыздар. Түстеніп, әбеттеніп болдық. Енді Самарқандың тағы да әдемі жерлерін тамашалауға біз кеттік. Біз бүгін Самарқанд қаласында орналасқан Бақи шаһар деген бір қалашыққа келдік. Бақи шаһар қазақша атауы мәңгілік шаһар. Яғни бұл жерде Өзбекстандағы үлкен әдемі ескі ғимараттардың мүсіндері, яғни макеттері осы жерде орналасқан. Осы қалашықты аралап, тамашалап көрейік. Сіздер де бізбен бірге болыңыздар. Мына қалашыққа келіп жатсаңыздар, профессиональный камераны кіргізбейді екен. Қайта біздің бағымызға орай бәрін телефонмен түсіріп жүрміз. Телефонмен видеоны да фотоға да түсе береміз. Ал енді бірге тамашалап көріп қайтайық. Куда вы? С Молдавии. С Молдавии? Кишинев? Вы тоже с Молдавии, да? Я с Самарканда. А, вы с Самарканда? Да. Ага. Я из Казахстана. О, смотри. Ну, молодцы. Все, спасибо вам. И вам спасибо за Удачи. Мына самоварлардың түрлерін қараңыздаршы. Енді действительно ескі самоварлар ғой, кезінде пайдаланған. Самовардың шайы бөлек болады, бір жағынан ше. Ой, бір самоварды қойып қойсаң, өте жақсы болады. Самарқанд қаласының шет жағында үлкен бір нысан бой көтеріп келе жатыр. Ол нысанның атауы Самарқанд Сити. Ал мына Бақи шаһар қалашығы Самарқанд Ситидің дәл қасында орналасқан. Қала орталығынан таксилер арзан бағада осы жерге сіздерді жеткізіп тастайды. Міндетті түрде Самарқандқа келіп жатсаңыздар, Бақи Сити қалашығына келіп кетулеріңізді сұраймын. Еш өкінбейсіздер. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, дәл артында Майбах автокөлігі тұр, Мерседес. Осыдан 10 жыл бұрын Өзбекстанда Майбахпен жүру ол өте қиын еді, мүмкін емес еді. Осыдан 10 жыл бұрынғы Өзбекстанның күйінде тек қана көшеде ақтамастар, Nexia 1 мен Nexia 2-лер жүретін еді. Қазір міне Өзбекстанда бәрі өзгеріп жатыр. Бір қуантатыны туризмге көңіл бөлгендер бар. Егер де сіздер Самарқанд қаласына келіп жатқан болсаңыздар, қала арасындағы таксилер өте арзан бағада. Сіздер Яндексті шақырсаңыздар да болады, немесе көшеде таксиді тоқтатып, қалаған жерлеріңізге жетіп аласыздар. Бұл жерде барлығы орысша түсінеді, қатты жақсы сөйлемегенмен орысша сөйлейді, сізге барынша көмектесуге тырысады. Самарқанд ол Өзбекстанның туристерге арналған қаласы. Қазір такси жазып қойдық, таксиді күтіп отырмыз. Келгенше видео түсіріп барамыз. Самарқанд қаласында орналасқан Ұлықбек обсерваториясы орта ғасырдағы ғылым қалашығы болып есептеледі.
Ғылым қалашығының болу себебі Темірланның немересі Махмұд Тарғай Ұлықбек осы қалашықтың негізін қалаушы. Яғни ғылым қалашық демекші, бұл жерде үлкен ғалымдар, білімді оқымыстылар осы жерде жиналып, түрлі зерттеулерді жасаған болатын. Құрметті көрермендер, сіздер осы видеоның соңына жеткен болсаңыздар, осы тревел видео ұнаған болса, осы видеоға лайк басып, комментария жазып қалдырыңыздар. Бұл менің алғашқы тревел видеом болатын. Барынша қызықты, әдемі қылып жасауға тырыстым. Саяхаттауға уақыт бөліп, жұмыстарыңызды реттеп, саяхатқа шығып тұруға кеңес беремін. Саяхат сіздің жан дүниеңізге шипа болатын ең керемет дүниелердің бірі. Барлықтарыңызға рахмет. Осымен Самарқандқа жасаған тревел видео аяқталды.